Бисмилля, алхамдулилля, ва салату ва саламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті білімгерлер, араб тілі морфологиясы сарып дәрістері 29-шы сабақ исім мансуб. Исім мансуб насып деген сөзден шығады, яғни тектеу деген сөз. Бір затты немесе бір кісіні бір жаққа немесе бір руға, бір мекенге тектегіміз келсе, араб тілінде соңына и қосады. Мысал, қазақ болатын болса, қазақию. Қазақстан болатын болса, қазақию деп айтылады. Қазақстандық деген сөз. Болмаса, араб болатын болса, арабию. Арабтық деген сөз. Мысалы, Чимкент болатын болса, чимкентию, чимкенттік деген секілді. Яғни соңына не қосыла береді? Ию қосыла береді. Екілік көптік формуласы араби, арабияни, арабиюна, арабиятун, арабияни, арабиятани, арабиятун. Арабиятун болса, бұл әйел және ер тегіндегі көп бірлік, екілік көптік формасы. Қысқаша осы, бір жерден тектейтін болсаң, соңына ию қоса береді. Шәддәлі иді қоса береді. Қалай жасалады енді? Қалай жасалады дегенде, қандай өзгерістер болады? Ең біріншісі, егерде осы сөзді, июді жалғайтын кезде, сол сөздің екінші әріпі кәсірәлі, немесе екінші әріп домал болатын болса, оқу үшін оларды фатхаға алмасады. Мысалы, мәликун деген сөз бар еді. Онда не болып кетеді назы? Яғни мәлі, мәликун болатын болса, мәлі, кешіріңіздер, мәлі кию. Мәлі еді ол, мәлі кию болып кетеді. Мәлі кию болып кетеді. Яғни бірінші ережеміз сол, яғни өзгеретін. Яғни екінші әріптері кәсірәлі немесе домал болатын болса, оны фатхаға алмастырамыз, оқуға жеңіл болу үшін. Екінші айтатын нәрсеміз, егерде тамарбута жасалған есім болатын болса, бұны есім мансуб болатын болса, онда тамарбутасы алынады. Мысалы, фатимату болатын болса, фатиматию, фатимию, фатималық деген сөз. Сөйті, яғни тамарбутасын алып тастады. Мәселен, міне. Фатимату болатын болса, фатимату, несе па тамарбутасы түсіп қалады, сонда фатимию болады. Фатимию. Бұл екінші ережеміз еді. Үшінші ережеміз. Егерде сөздеріміз фаулятун, немесе фаилятун, фуайлятун, фуайлятун, немесе фаилятун болатын болса, осындай өлшемде тұрған сөздерден исім мансуб қылатын болса, мұның бәрінің тамарбутасы алынып қалады. Ол бір, содан кейін мына жердегі илері де түсіп қалады дейді. Сода екілі. Мысалы, ханафиятун болатын болса, ханафиюн болатын болса, ханафиятун, ханафиятун, я? Ханафиятун, фаилятун. Мынаны алып тастайды екенбіз, кешіріңіздер. Ханафиятун, ханафиятун, ханафиятун. Кешіріңіздер, мен дұрыс жазбадым. Ханифатун, ханифатун екен. Ханифатун, мен мүлдем басқа сөз жазып жүрген екем. Ханифатун болатын болса, ол қандай өлшеміз? Фаилятун өлшем. Көрдіңіз ба? Ол кезде мынау иялар түсіп қалады дейді, мынау иялар. Және тамарбута түсіп қалады. Сонда ханафию болады. Ханафию болады. Ханафилық деген сөз. Ханафию деген. Сөйті? Ал енді осы бапта келетін сөздер ажуаф, ортаңғы әріптер вау, я болатын болса,
онда бұлары қалай береді? Мысалы, азизатун болса, тамарбута түсіп болады, бірақ ауырат қалады. Азизатун болса, азизиюн болады. Және соңғы айтатын бір нәрсеміз, егерде фаилун немесе фуайлун өлшемдегі сөздер болатын болса, бұл жерде ауыр әріптер қала береді. Мысалы, масихун, көрген көрейік. Масихун. Масихун. Қосымша ауыр әрпі бар ғой. Онда масихиюн бәрі осы қала береді дейді бұл. Бізде енді тамарбута болу керек сосын. Масихиюн. Масихию. Мынау шәдда ғой мен. Міне осымен тамам. Үй жұмысын беріп қойын. 51-ші жаттығуда мансуб, исм мансуб жасау керек. 52-ші жадда берілген исм мансубтардың негізін табу керек. Қалай жасалды? Түбір әріптерін қалай жасалған. Осымен міне Аллаға шүкір, араб тілі морфологиясын аяқтадыңыз. Бұл әлбетте танысу сабағы бір жүріп өткен ретінде қарастыру керек. Толық ілімді әлбетте бердік деп айта алмаймыз. Бұл ілімнің бір ұшы десек те қателеспейміз. Араб тілі морфологиясы дегенде, не дегенде сізге бір түсінік қалыптасатындай ілім берілді деген ойдамын. Шамамыз келгенше түсіндірдік. Иншалла, бұдан әрмен қарай бұл ілімге деген махаббатыңыз болатын болса, бұдан кейінгі өтілетін арабша кітаптарға өтсеңіз болады. Негізін қазақша қылып алатын болсаңыз, осы негіздің қатарында жүреді бәрі. Арабша кітаптар жазған кезде бір мыналардың бәрі 180 градусқа өзгеріп кетпейді. Бәлкім кейбір жерде кейбір нәрселер алынады, кейбір нәрселер қосылынады. Сондықтан ілім жолына, араб тіліне үйренуге деген қадамыңызға гүл бітсін, қош келдіңіз демекпін. Аллах тағала өзінің шариғатында негіз болған кітаптарды, Құранды, пайғамбарымыз хадисін оқып, түсіне алатын жандардан болды. Алла сізге нәсіп етсін. Тоқтатпаңыз, әрмен қарай оқимын десеңіз, мархабат. Бізбен ары қарай жалғасатын арабша кітаптарға, грамматикалық кітаптарға бізбен бірге оқысаңыз әбден болады. Уахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.